Сәлем достар, қалдарың қалай, көңіл күйлерің жақсы ма? Бүгін сендерге 3 торай ертегісін айтып беремін. Қабыл алыңдар. Ертеде 3 торайы бар шошқана өмір сүріпті. Ол 3 торайды тамақтандыру үшін азық жетпей қалады екен. Анасы торайлары есейген соң өз бақыттарын іздеу үшін еріктеріне жіберіпті. Бірінші торай өте еріншек еді. Мен жұмыс жасап, күннің қалған бөлігінде демалғым келеді, алыстағы кірпіш зауытына барғым келмейді, деп мүлде жұмыс істегісі келмей сабаннан үй салып алады. Ал екінші торай еріншек болғанымен сәл көбірек еңбектенеді. Ол менің де алыстағы кірпіш зауытына барғым келмейді, ағаш сабаннан мықтырақ, сол себепті ол кез келген жағдайға төтеп бере алады. Менің көп жұмыс істегенімше демалғым келеді, деп ағаштан үй салып алады. Сөйтіп олар ән айтып, би билеп, кешке дейін ойын ойнайды. Ал үшінші торай болса, күні бойы еңбектеніп, өз үйін кірпіштен салады. Бұл пеші мен моржасы бар әдемі үй болады. Және бұл үй кез келген дауылға төтеп бере алатын үй болып шығады. Келесі күні қасқыр байқаусызда торайлар тұратын көшемен өтіп бара жатып, ол сабаннан жасалған үйді көріп, иіскей бастайды. Ішінде торай бар екенін сезеді. «О, торай, бұл торай менің бүгінгі түскі асым болады», деп сілекейлі үйіріле кетті. Ол есікті ұрып, «Торай, мені ішке кіргіз», деп айқайлай бастайды. Торай болса, жоқ, ешқашан да. Сонда қасқыр тісін қайрап, «Онда мен үрлеймін, үрлеп үйіңді ұшырып, бұзып тастаймын», дейді. Қасқыр үрлеп үйді ұшырып жібереді. Аузын ашып бүкіл күшімен торайға бас салып жатқанда, торай қасқырдан қашып құтылып, екінші торайдың үйіне келіп тығылады. Қасқыр жолдың бойымен жүре бергені сол еді, ағаштан жасалған екінші үйге кезікті. Ішінде екі торайдың бар екенін сезіп, түскі асының қандай дәмді болатынын ойлап, сілекей шұбырды. Есікті ұрып, «Торайлар, есікті ашыңдар», дейді. Жоқ, ешқашан кіргізбейміз. Сонда қасқыр тісін қайрап, «Онда мен үрлеймін, үрлеп үйіңді ұшырып бұзып тастаймын», дейді. Қасқыр сөзінде тұрып, үйді үрлеп ұшырып жібереді. Торайлар қасқырдың алдында дәрменсіз халде қалады. Қасқыр екі торайды бірден ұстаймын деп үлкен аузын ашқанымен, тойымсыздығының кесірінен түскі ассыз қалады. Торайлар кішкентай аяқтарымен тезірек қаша жөнеледі. Қасқыр арттарына жүгіріп, торайларды ұстай бергенде, торайлар кірпіштен жасалған үйге кіріп, есікті жауып үлгереді. Үш торай бір-біріне өкініштерін айтып, қасқырған қорыққандарынан дірілдеп тұрады. Күні бойы ауқаттанбаған қасқыр торайларды көріп араны ашылып, кірпіш үйдің арғы жағында 3 торай бар екенін сезіп, керемет ас күтіп тұрғанын түсінді. Сонда қасқыр есік тұрып, «Торайлар, мені ішке кіргізіңдер», дейді. Жоқ, ешқашан кіргізбейміз. Сонда қасқыр тісін қайрап, мұны естіген қасқыр ашуланып, үрлеп үйіңді ұшырып бұзып тастаймын, дейді. Сөйтіп қасқыр үйді бар күшімен үрлей бастайды, әрі үрлейді, бері үрлейді, күші таусылып, одан әрі үрлей алмаймын, дейді. Бұл үйді бұзу алмағанына қатты ашуланды. Ашуға булығып, қазір мұржадан түсіп, үйге кіріп сендерді жеп қоямын, дейді аш қасқыр. Қасқырдың айтқанын естіген торайлар пештің үстіне қазанға су құйып, астына от жаға бастады. Қасқыр төменге түскенде торайлар қазанның қақпағын ашып жібереді. Сонда қасқыр қайнап тұрған суға түсіп кетеді. Торай бірден жүгіріп барып, қазанның қақпағын жауып жібереді. Осылайша торайлар қу қасқырдан айласын асырады. Достар, сендерге ертегім ұнады деген ойдамын. Ендеше келесі кездескенше сау болыңдар.